Құрметті тыңдармандар, аудармаш арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға үздік таңдамалы аудармалар ұсынылады. Әңгімелер ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймыз. Өгей шеше, 4-ші бөлім. Антонина үйге кіріп келгенде Матвей Григорьевич таңғы асын ішіп отыр екен. Ол әрдайым бірінші болып жалғыз тамақтанатын. Отбасында осылай қалыптасқан заңдылық еді. Алдымен үй иесі, содан кейін ғана қалғандары, балалары, әйелі тамақтанатын. Үйде балалардың болмағанына көп болды. Ал әйелінің тіпті таңғы ас ішуге уақыты да болмайтын. Егде әйел асығыс тамақтанып, соған да қанағат тұтатын. Тоняның анасы әрдайым епті, ісмер, бірақ сабырлы әйел еді. Үй иесін, күйеуін ерекше сыйлайтын. Ол кіріп келген қызына қысқаша қарады да, бірақ әкесімен бірге дастарханға отыруға шақырмады. Ал Тоняның әкесінен көңілі қалғаны соншалық, балалық шағы өткен үйдің табалдырығын әзер аттап кірді. Әне, әкесі де отыр екен. Дастархан басында жайғасып, сүт ботқасын жеп отыр. Алдындағы дастархан тура қонаққа жайылғандай. Піскен ет, тұздалған қияр, жасыл пияз. Бұл үйге немістердің тінтіп келмегені айдан анық. Антонина бейне бір ата-анасына емес, жауларына келгендей жек көріп қарап тұрды. Матвей Григорьевич еркіндікті сезінгендей, сандықтағы иконаларды алып шығып, алдыңғы бұрышқа орнатып қойыпты. Оның қара көйлегінің жеңінде ақ таңғыш байлауды көргенде Тоня тітіркеніп кетті. Ол бұл жайында сөйлесуге келген жоқ, бірақ әйел шыдай алмады. Иконаларды іліп, өзіңіз жайғасып отырғаныңыз қалай болды, әке? Кешегі ісіңізден кейін Құдайға қалайша құлшылық ете аласыз? Менің бауырларым соғысып жүр ғой. Ал егер фашистер бұл туралы біліп қалса ше? Матвей Григорьевич қабағын түйді де жұдырығымен үстелді бір ұрды. Сонда ғана Тоня өзінің сөзін дұрыс бастамағанын түсінді. Анасы да абыржып қалды. Сен, Тоня, артық сөйлеме. Әкеңді де сөкпе. Ол не істеу керегін өзі біледі. Бәрін дұрыс істеп жатыр. Сен кешті болдың. Біздің осы коммунистерден қаншама азап шеккеніміз есіңде қалмаған. Деп анасы әкесін жақтап жатқанда, Матвей Григорьевич оның сөзін бөлді. Әкеңді сөгу үшін жетіп келдің бе? Деп арп етті. Жоқ, әке, мен сізге өтінішпен келген едім. Деп Антонина басылған кейіп танытты. Бүгін немістер келген еді. Олардың офицері менің Лизкама көз салды. Ол әлі бала ғой. Көмектесіңізші. Сіз соларға жұмыс жасап жүрсіз ғой. Немістерге Лиза сіздің немереңіз екенін, және оған тиіспесін деп айтыңызшы, өтінем. Қайдағы олмаған немере? Сен де менің Лизкам дейсің ғой. Қайдағы сенікі? Өмір бойы ақмақ болып өтетін болдың сен. Өзіңнің пайдаңды түсінбейсің. Оны киіндіріп, сәл ажарландырып неміске бер. Оған сарбаздар емес, офицердің өзі көз салғанына қуанбайсың ба? Бұның мәні зор. Мүмкін сенің соңғы азығыңды алмаса, аштан да өлмессің. Иілмейтін ағаштай қатып қалған аяқтарымен Тоня Матвей Григорьевич отырған үстелге қарай жақындады. Ол әкесінің осылай жауап берерін алдын ала білген. Тоняның екі иығы төмен түсіп, тізелері бүгілгісі келмей еденге сықыр ете жетіп, әкесінің алдына зерлеп отырды да, басын оның аяғына тигізіп, әке, жалынамын саған. Бізді қорғашы. Лизаға тимесінші, деп жалбарынды. Матвей Григорьевич көздерін ашулы жыпылықтатып әйеліне бақырайып қарады. Әйелі бірден бәрін түсініп, қызына қарай ұмтылып, оны тартып аяғына тұрғызды. Мен саған айтарымды айттым. Оны қорғамаймын. Ал сен ақымақ. Дұрыс емес жақты таңдадың. Деп қарлығыңқы үнмен ер адам күңк етті. Ал егер бұл Степка болса ше?
Егер оны фрицтер өлтіргісі келсеші, сонда да араша түспес пе едің? Деп үмітсіздікпен айқайлады Тоня. Ол сенің туған немерең ғой. Қайдағы немере ол маған, егер сен оны Ванядан тусаң? Оған тұрмысқа шықпа дедім ғой саған. Степка үшін мүмкін араша түсірмедім. Матвей Григорьевич қызының көзіне қарамады. Сонда ғана Тоня әкесінің өтірік айтып тұрғанын түсінді. Ол ешкім үшін де араша түспес еді. Ол жау. Жаудың үйіне келіп, неге үміттенді екен? Антонинаның анасы оны итермелеп, үйден шығарып жіберді. Тоня аяғын әрең басып, есеңгіреп, қаңыраған ауылды кезіп келеді. Көшеде адам қарасы жоқ. Бәрі үйлерінен шықпастан отыр. Тек алыстан әлсіз оқ дауыстары естіліп жатты. Өлген полканның басында жас аяғы ауыр көрші әйел зар еңіреп жылап отыр екен. Қақпа айқара ашық тұрған соң Антонина көршінің ауласына кірді. Қоршауға ауыр сүйеніп тұрды да, оны ашу кернеді. Мына жерде адамдар қырылып жатқанда, бұл ит үшін жылаған несі? Несіне жылайсың? Итке жаның ашып тұрма? Итке дейсің бе? Деп босанар алдындағы көрші әйел дауыс салды. Итке де жаным ашиды. Балама да жаным ашиды. Деп әйел қолын ішіне қойды. Күйеуіме ұл туып беремін деп уәде берген едім. Енді не істеймін? Фашистер бәрін, соңғы бір банка капустаға дейін тартып алды ғой. Итті өлтіруге бергін келмеді, соған ашуланды. Мылтықтың дөмімен ұрды. Көрші әйел иығын жалаңаштап, үлкен көгерген ізді көрсетті. Сосын бәрін алып кетті. Енді мен не жеймін? Сенің де үйде жертөлең бар ғой. Неге тығып қоймадың? Мен бе тықпаған? Мықтылап тықтым. Бірақ олар біздің жертөлелер туралы біледі. Еденді аяқтарымен топырлатып басып, тауып алды. Ең алдымен соны босатып алды. Тоня көршісіне жолыққанына қуанды. Өйткені әкесінен үмітін үзген соң, ол Лизаны жертөлеге тығуды ойлаған еді. Ал енді басқа жер іздеу керек болды. Антонина Лизаны тығып қойса, өзіне қандай қауіп төндіретін түсінді ме? Ең бастысы не үшін? Иванға балаларды қорғаймын деген уәдесі үшін бе? Иван соғысып жүр. Ол кейде шарасыз жағдайлар болатын түсінуі керек қой. Тоня Лизаны ешқашан жақсы көрмедім деп ойлайтын. Несін айтасың? Қазір де солай ойлайтын. Онда неге қызды фашистерге бере салу ойынан жүргенетін? Тоня бұл қатыгез неміс балаға не істейтінін елестете алмады. Және ол өзі болама, әлде сыбайластармен қызды қорғылама. Лиза бала ғой. Оның жексұрын Настенаның баласы екендігі де енді маңызды емес. Ештеңе де маңызды емес. Лиза, ол отбасы. Ол Степка сияқты өзінікі. Тоняның көз алдында өсті. Бермеймін. Деп сыбырлады Антонина өзінің үйіне кіріп бара жатып. Ең бірінші көргені өгей қызының үрейленген, сұраулы үлкен көздері болды. Тоня көзін түсіргенде бәрі түсінікті болды. Ешкімге үміт артуға болмайды. Матвей Григорьевич көмектеспейді. Күн шексіз созылды. Ештеңе жасамау біртүрлі екен. Тоня таңертеңнен түннің бір уағына дейін жұмыс істеуге үйренген. Ол өмір бойы жұмыс істеді. Егістікте, мал қорада. Еңбек жаман ойлардан арылтады. Ал қазір жұмыс істеп ойын сейілте алмады. Әйелі есінен адасып бара жатқандай болды. Кешке қарай Лизаға нұсқаулар бере бастады. Барда, тауық қораның артына қарақаттың түбіне тығыл. Сол жерде түн ортасына дейін отыр. Бәлкім қауіп сейіліп, фашист келмес. Ал егер келсе, сен тығылып тыныш отыр. Не болса да көрінбе. Іздесе, қаш. Олар тауық қораға бара жатса, сен қоймаға қарай қаш. Сосын қайтадан бұтаның астына. Көп ұзамай қас қараяды. Сені байқамайды. Ол сені ұмытып кетеді деп үміттенейік. Антонина өгей қызына жылы күртешесін кигізіп, сыртқа шығарып салды.
Степканы пеш үстіне тығып пердесін жауып қойды. Содан кейін бос бұрышқа қарап шоқына бастады. Бұл үйде баяғыдан бері икона жоқ еді, бірақ Тоня көздерін жұмып, әулиелердің бейнелерін елестетіп дұға етті. Ол қатты үміттенді. Бірақ үміттену ақмақтық еді. Офицер Лизаны ұмытпады, қараңғыдан да қорықпады. Ол мас күйінде, сарбаздарсыз жалғыз, қуатты фонармен келіп, сығырайған майшаммен отырған үйдің ішін жарыққа толтырды. Тони есікті құлыптағаннан пайдасы жоқ екенін біліп, оны ашық қалдырған болатын. Тони орындықта қажалып біткен алақандарын тізесіне қойып, арқасын тік ұстап қатқан күйінде отырды. «Фройлейн Лиза! Лиза!» Шварц масаң жымиюға тырысты, ал оның кішкентай зұлым көздері үйді шолып үлгерді. «Білмеймін», деп Антонина қолын жайып, қашып кетті. Қарғыс атқыр үйден қашып кетті. Мүмкін орманға кеткен шығар. Кім білсін енді оны. Неміс қызды іздей бастап, үйді тексеріп, жертөлені қарайтын шығар деп ойлаған. Бірақ Шварц ондай әрекет еткісі келмеді. Жымиып тұрған жүзі сол бойы ызаланып, еденде тұрған фонардың жарығында оның ерінің жиектері төмен түсіп ашуға булықты. Ол пештің пердесін жұлып алды да, іштен шыңғырған Степканы сүйреп шығарды. Бала фашисттің қолын тістеп алмақ болғанда, неміс оны жұдырықпен бір ұрды. «Балаға тиіспе!» деп Антонина орындықтан ұмтылды. «Орныңда тұр!» деп айқайлады Шварц пистолеттің ұңғысын баланың басына тақап. «Тоқта!» Антонина мелшиіп қалды. Ол Степкаға, қаруға және фашисттің ашуынан ба, әлде мастығынан ба, сәл дірілдеген шүріппедегі саусағына көз алмай қарап тұрды. «Лиза! Тез! Шнель! 3-ке дейін санау! 1!» деп ақырды неміс. Сол сәтте Антонинаның көз алдынан бүкіл өмірі өтті. Міне ол Степканы босанып жатыр. Ол кішкентай, шыңғырған сәби. Алғашқы қадамдарын жасап жатыр. Құлап, жылайды. Өсіп келеді. Шаштары сарғайып келеді. Иванға ұқсайды. Ал мынау Лиза, әлі тым кішкентай. Әдемі кішкентай қыз. Тоня оны жақсы көрмейді. Бірақ Лизаның бұған еш қатысы жоқ. Ол да өсіп келеді. Ересектермен бірге жұмыс істейді. Ешқашан наразы болмайды. Степканы бағады. Бауырдың жарақаттанған зелеріне жол желкен жапсырып емдейді. Ол жақсы бала. Степка сияқты ол да бала ғой. Олардың арасынан қалайша таңдау жасауға болады? Тоня кенеттен, егер фашист Степкаға оқ атса, өзі де оған қарай ұмтылатынын түсінді. Оны да өлтірсе өлтірсін. Ол аулаға шығып, Лизаны шақырса қыздың шығатынын да біледі. Бірақ Тоня мұны ешқашан жасамайды. 2, дейді фашист. Сол сәтте шерту дыбысы естіледі. Неміс қаруды сақтандырғыштан шығарды. Жоқ, есіктен жан түршігерлік дауыс естілді. Керек емес, мен мұндамын. Лиза бозарып, үлкен күртешесімен есік алдында дірілдеп тұрды. Қыз қарқаттың артында отыра алмады. Неміс үлкен фонармен үйге қарай аяқтарын топырлатып келе жатқанда жарықты көрді. Ол терезеге жақындап, перденің арасынан үйде не болып жатқанын көрді. Немістің Степканы пештен қалай сүйреп түсіргенін, қаруды бауырының басына қалай тақағанын да көрді. Мен мұндамын. Керек емес, деп ол есік алдында дірілдеп тұра берді. О, гуд, шақсы қыз, деп фашист жанданып, Степканы әрі қарай итеріп жіберді. Оны қатты itергендіктен бала еденге құлап түсті. Тоня ұлының қасына отыра қалып жылап жіберді. Бірақ ол Степка үшін жылаған жоқ. Фашисттің Лизаны саусағымен шақырып, қаруын қынына салып, қыздың иығынан күртешесін шешкенін көріп жылады. Киім шаман, шаңасы болады, бәрі болады. Менімен бірге дәмді тамақ ішіп, ликер ішуге барасың. Сен ликер татып көрдің бе? Неміс Лизаны белінен құшақтап есікке қарай жетеледі. Антонина оған қарап тұрып, қызды соңғы рет көріп тұрған түсінді. Ал егер қайта көрсе,
Ол әлі де бұрынғы Лиза бола ма? Олар оған не істейді? Баланы фашист алып кетіп жатыр. Ал ол еденде отырып ештеңе істемеген қалай? Әйелдің көзі пештің жанындағы отынға түсті. Шетінде жуан отын жатты. Дәл сол бұтақтары бар, Антонинаның зорға жарған отыны. Қыркүйек болса да түндер суыта бастағандықтан, Тони отынды пештің жанына алдын ала жинап қойған еді. Ол не істеп жатқанын әлде түсінбеді, бірақ қолы жіңішке жағынан отынды сипалап тапты. «Я, анашым, я!» деп Степка анасының не істемек болғанын түсініп сыбырлады. «Оны ұрып талдыр, бірақ Лизаны берме!» Неміс артына қарамады. Ол үрейленген адамдардың бағынатынына сенімді болды. Және Лизаны босағаға алып келген кезде, Тоня бар күшімен ауыр ағашпен оның басынан бірақ ұрды. Фашист шабылған ағаштай құлады. Антонинаның соққысы әлсіз емес. Ол жалпы мықты әйел. Отын жарады. Техника жетіспеген кезде басқа ауылдастармен бірге соқаға жегілетін. Ерлерін соғысқа аттандырғаннан кейін ауыл әйелдері күшті болуға мәжбүр болды. Тоня соққыға бүкіл ызасын, бар ашуын салды. Ол бірінші не сықырлаған түсінбеді. Отын ба, әлде фашистің бас сүйегі ме? Бірақ Фриц құлаған кезде оның басынан ағаш еденге атқылай шашырап қан төгіле бастады. Лиза бір жанға қарай қашып қабырғаға сүйенді. Ал Тоня болса фашистің үстіне еңкейді. Ол тіпті үйде тағы бір адамның қайдан келгенін түсінбей қалды. Матвей Григорьевич бейне бір көлеңкедей пайда болып, бір жерден шыға келді де бірден айқай салды. «Сен оны өлтірдің. Неміс офицерін өлтірдің. Сендерді бақылау керек екенін білген едім. Сезгендей кеш бойы қақпаның жанында айналсоқтап жүрдім. Оңбаған, сен мені де қауіп кетіредің. Немістер сенің менің қызым екеніңді білмесе болар енді». Әкесі айқайлап кейін шегінді. Ол офицерлер орналасқан басқармаға тезірек жетіп, болған оқиға туралы хабарлағысы келді. Матвей Григорьевичке туған қызының тағдыры алаңдатпады. Оның бар ойы, егер өзі хабарласа, немістер оны бұл үшін айыптай алмас деген үміті бар еді.